Сәлеметсіздер ме, өнер сүйер қауым, домбырада үйренем деген көрермендер, қош келдіңіздер. Бүгін мен Өркен Қайыргелдіқызы сіздерге Адай күйінің 4-ші бөлімін көрсететін боламын. Оның алдында біз сағаны өтсек, енді сағадан кейін бізде 1-ші бөлім қайталанады. Бізде 1-ші бөлім қайталанса, біріншісінде, екіншісінде бізде аяқ жағында біз осыны 1-ші саусақта, яғни 2-ші пернеде қаламыз орында. Енді осыдан кейін біз қайырмасы болады. Оны сіздер білесіздер. Сонда яғни былай болады, иә? Сағадан кейін. Төртінші бөліміне келетін болсақ, 1, 2, 3, 4, 5-ші пернеге біз 1-ші саусақты қоямыз, төменгі шекте. Ал үстіңгі шекте біз 7-ші пернеге бас бармақты қоямыз. Енді қараңыздар, 4-ші бөлім бұлай болады. Қараңыздар, енді 1-ші саусақты қойдық, бас бармақты қойдық. Қараңыздар, бір санға 2 қағып соғылады. 1, 2, 3, 4. Қараңыздар. 1, 2 деп біз 9-ші пернеге келдік те, бас бармақ бізде 6-ші саусақ, 8-ші пернеге және 4-ші саусақ біз 10-ші пернеге жылжиды. Бір пернеге жылжыды. Тағы да. Енді темасы бізде, тақырыбы бізде үстіңгі шекте жүреді. Қараңызды. 1, 2, 3, 4. Басын бас бармақпен 1, 2. Енді 4-ші саусақтың тұсына біз 3-ші саусақты қоямыз. 2 рет қайталанады сонда, иә? 1-ші саусақ. Яғни бас бармақ тұрған жерге біз 1-ші саусақты ауыстырдық, мінекей. Енді үстіңгі шекте бізде 7-ші пернеге 1-ші саусақ қойылады. 7, 8-ге 1, 2, 2 реттен бәрі қайталанады. Сонда бұлай болады. Енді 7-ші перне 1-ші саусақпен үстіңгі шекте. Тағы да көрсетем. Енді қараңыздар. 7-ші перне 1-ші саусақпен ауыстық. 8-ге 10. Енді 8-ші саусақ, 8-ші пернеге 1-ші саусақпен 10-шы, 7-ші, 8, 10, 7, 8, иә? Және ашамыз. И бас бармақты 8-ші пернеге қоямыз. Сонда бұлай болады. Барлығы төменгі шекте болады. Бас бармақты 7-ші саусаққа қоямыз, 4-ші саусақты 9-ші пернеге қоямыз. 9, 10. 9, 10 ауысты, иә? Енді 7, 9. Енді 5, 7, 5, 10. Тағы да көрсетем. Міне біз үстіңгі шекті ойнап болдық. Енді қайталаймыз 2 рет.
яғни 10-шы пернеге. Енді қайттан 9. Тағы да ойнаймыз. Міне үстің мүшек 2 реттен қайталадым. Бір рет. Осы жерде бір рет ойнаймыз енді. 9, 10. Енді 7. 2 рет. 7, 9. Енді 5. 5-ші перне, 7-ші перне. Енді қараңыздар. Төмен, жоғары, төмен, жоғары болады. 5, 7, 5, 7 перне. Енді 5 және 9. Төмен, жоғары, енді төмен, жоғары. Енді қалғанның бәрі қайталанады. Енді соңғы қайталаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, негізі күй сондай қиын емес. Бірақ әр буынды, әр тақырыпты, әр сөйлемді сіздер өздеріңіз дайындалып, яғни разбор жасап, асықпай қайталасаңыздар, дайындалсаңыздар, бірнеше рет қайталап, жаттап алсаңыздар, өздеріңізге өте жеңіл болады. Және де міндетті түрде дәл сіздерде сразу андай темп шыға қоймайды. Сондықтан міндетті түрде асықпай ойнаңыздар. Әр қағысты, әр буынды, әр пернені анық басуға тырысыңыздар. Мына саусақтарыңызды анық бассаңыздар, каждый. Сонда күй өзінің дәл нұсқасында, яғни как должно быть, такие будет звучать, да? Вам надо именно выигрывать каждую ноту обязательно. Надо выигрывать, надо заниматься. Занимайтесь очень тщательно, не спеша, обязательно, повторяй несколько раз, учить. Вот можете эту запись несколько раз перематывать. Может быть, где-то я вам непонятно объясняю. Если у вас есть какие-то замечания, какие-то предложения, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием к вам прислушаюсь и обязательно исправлю. Может, где-то я неправильно вам объясняю, но надеюсь, что вам понятно, надеюсь. Ну, давайте я еще раз вам сыграю эту часть, 4-ю часть. Вот такой. Теперь я вам сыграю с самого начала и до конца.
тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Үйренем десеңіздер, арман қарай жалғастырайық. Сау болыңыздар.